Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермендер, Республикалық Хан ТВ телеарнасында өмір дәмі бағдарламасы. Бүгін эфирдің қонағы біздің Гүлмира Ашырханқызы, коррекциялық балабақшасының меңгерушісі. Қош келдіңіз, Гүлмира ханым. Рахмет, қош көрдік. Ал қазіргі кезде ең маңызды сұрақтардың бірі біздің елдің болашағы. Балалардың тәрбиесі мен денсаулығы. Осыған орай арнайы балабақшалардағы сабақты ұйымдастыру, тамақтану және дене шынықтыру бойынша бірнеше сауал қоюды жөн көрдік. Гүлмира ханым, топтағы әрбір баланы қалай сезуге болады? Мысалы, олар қалай ашылады? Жақсы, өте жақсы сұрақ. Сұрағыңызға жауап беретін болсам, әрбір келген бала ол индивидуально. Әрбір баланы көріп, қарап, бақылап отырып, балаларға арнайы жоспар құрылады. Сол жоспар бойынша жұмыстар жасалынады. Және балалар күнделікті апайларын көрген екен, балаларға жеке көзқараспен көңіл бөлген екен, балалар күннен күнге ашылып үйреніседі. Ол бір мезде болмайды ғой? Әрине, оған әр балаға әр түрлі адаптация дейміз ғой, үйренуіне қарай. Бірақ келіп атқан балаларымыз жақсы, 2 күн, 3 күн асып кетсе, бір жұманың ішінде үйренісіп, бауыр басып, күліп, күнделікті сабақтарына келеді. Керемет болды. Осы балабақшаның тәрбиешілерінің нәтижесі, керемет жұмысының нәтижесі деп ойлаймын. Ал балалардың қандай күшті жақтарын жиі байқайсыз? Және де олар әсіресе нені жақсы біледі, нені жақсы көреді? Қазіргі келіп жатқан балаларымыз, қазіргі заманның балалары өте, қалай айтсам болады, таңғалдыру қиын, былайша айтқанда, балалармен. Сол үшін міндетті түрде әр балаға жаңа айтып өткенімдей индивидуально дейміз ғой, бағдарламасына қарап түрлі дамытушы жаттығулар, түрлі дамытушы ойындар, сабақтар, күнделікті қазір нейрожаттығуларды балалар өте жақсы сүйіп жасайды. Керемет. Ал қазір балаларға бір шама үлкен қолдау қажет болатын жағдайлар бар ма? Әрине, бар. Ол қандай? Бізде мысалы балаларды біз арасында аптасына немесе айына бір рет ата-аналармен қосылып, жаңағыдай түрлі не дейміз, көпшілік жүретін жер, зоопаркіміз бар өзіміздің, сондай әдемі жаңағыдай орталықтарға апарғымыз келеді, өнер орталықтарымыз бар. Сондай кезде бізде сәл кішкене жаңағыдай көлік деп айтамыз ба, транспорт. Көлік. Сондай жағынан бізге мысалы бір келкі бәріміз бірдей баруымыз керек та. 5 баланы, 4 баланы бір машинаға бұлай бөліп емес, сондай жаңа техника безопасности дейміз ғой. Қауіпсіздік жағынан қажет. Дұрыс. Ал балабақшада олардың күні қалай өтеді? Оларға не қуаныш келеді және не қиынырақ түседі мысалы? Енді қиынырақ түседі дегенге қалай күндері қалай өтеді балабақша? Балалардың күндері таңғы сағат 8:30-нан балабақшаға келгеннен апайлары қарсы алып, күтіп алып, құшақ жайып, және сол әр баланың жаңа атап өткенде расписаниясы бар, сабақ кесте бойынша балалар келеді, таңертеңгісін жаттығуын жасайды, күнделікті. Сонымен әрмен қарай таңғы асқа отырады, таңғы астан кейін жеке әр маманның сабағына қатысатын болады. Күндері сағат 8:30-нан кешкі 6:30-ға дейін жоспарлы. Керемет. Ал олар, Гүлмира ханым, өздерін балабақшада қалай сезінеді? Алаңдаушылық бола ма, я болмаса олардың тынышталуына не көмектеседі? Енді осы тұста балалар алаңдайды деп ойламаймын. Екіншіден, себебін айта кетейінші осы жерде. Себебі балаларымыз атмосфера дейміз ғой, аура уже үйренген. Білет, қазір бекасыл кеттік сабаққа барамыз дегеннен, апайын көргеннен, ол дефектолог апайы, логопед апайы екен балалар білет. Көрет тұрады, жаңағыдай өзінің атын атаған кезде жаймендеп балалар апайына қарай шауып, сабаққа құлшынып тұрады. Дұрыс.
Ал олар өздерінің жаңа айтып кеттім, олардың тынышталуына не көмектеседі? Бала негізі өзі қимылдайды ғой, балалар қимылдың баласы, қимылдайды, сол жастағы балалар келеді. Иә. Тынышталуына деп айтатын болсақ, балалар жаңағыдай қызықты тапсырма болса, балалар қалай айтсам, қызыға кірісіп, жаңағыдай апайымен бірме-бір қайталап жұмыстанады. Ал балалардың өзара қарым-қатынасы қалай? Және үйде балалардың қандай жетістіктер мен жағдайларына ата-аналар бақылап тұру керек? Жағдайларын ата-аналарына, сіз ата-аналарға да кеңес беретін шығарсыздар, иә? Әрине. Жаңағы үй жағдайында ата-аналарға енді біздің коррекциялық орталық болғаннан кейін әрбір баланың элементарына жаңағыдай бордюрмен жүре алуы, кеңістікті бағдарлай алуынан кей балаларымызда әрине қиындықтар бар, оны жасыратыны жоқ. Ата-аналарға тапсырма беріп отырамыз. Міндетті түрде дайын көлікпен емес, таксимен емес, машинамен емес, бүгін автобуспен алып қайтыңызшы. Бүгін балаңызды апарып дендропаркке, саябаққа кішкене жүріңізші. Және міндетті түрде кері байланыс видео күтеміз ата-аналардан. Міндетті түрде ол біздің администрацияда журнал бар. Кім кері байланыс жіберді, плюс галочкасын қойып, ата-анамен бірме-бір күнделікті тапсырма беріліп, және оның кері байланысын күтіп, галочкасы белгіленіп отыратын болады. Осылай ата-анамен екі жақты жұмыс жасаған уақытта біздің балаларымыз өте, қалай айтсам болады, өмірге бейімделу тез. Ал балалардың өз арада қарым-қатынастары қандай? Балалардың өзара қарым-қатынасынан жаңағыдай үйретеміз, бейімдейміз, барлығы бірден қосылып кетеді, балдар бір-бірімен қосылып ойнайды деп мен айта алмаймын. Бірақ балаларды соған біз бейімдейміз. Екеуі ара сюжеттік ойын бар, рольдік ойындар бар. Әр баланың деңгейін, жас ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар беріледі. Сол кезде бала ойын арқылы болған кейін қалай жанасып бір-бірімен ойнап кеткендерін байқамай да қалады. Солай балалар бір-бірімен қосып, жаңағы бірге ойнауын бақылаймыз және үйретеміз. Керемет, керемет. Гүлмира ханым, балалар сіздерде ертеңгісін келіп, кешке дейін осы жақта болады. Сол себептен олардың балабақшадағы тағамдары қалай? Олар жақсы тамақтанады ма? Әртүрлі текстуралардағы тамақты қалай қабылдайды олар? Мысалы, қытырлақ, жұмсақ, тәтті, қатты тағамдарды қабылдайды ма? Және де олар мысалы назар аударуға болатын ерекшеліктері бар ма әлде? Бар. Оны барлық бала бірдей тамақты жақсы көреді, жеп алады десем, ол енді кішкене шындыққа жанаспайды. Әр баланыкі, ата-ана жалпы біздің орталыққа келген сәттен бастап ата-аналармен осылай отырып анамнез жинаймыз. Бала үйде қалай барлығы түгел дүние есігін ашқан сәттен бастап жылады ма, көкірегіңізге қойылды ма, тамақтануы қалай, киім киюі, соның барлығы ескере отырылып, күнделікті біздің асханамызда алдын ала меню болады. Сол менюге қарап балалар тамақтандыратын боламыз. Әрине, бұл жерде жаңағы қатты, тәтті, ащы деп жатқанымыз өте орынды, өйткені біздің дәм сезуден балаларымыз өте талғампаз болып бара жатыр қазіргі таңда. Сол үшін балаларға жаңағы күнделікті жеміс-жидектер және соған қоса қалай айтамыз, сухофрукты деген қалай болады қазақшасы, кептірілген жемістермен, құнарлы астармен, нәрлі тағаммен балалар тамақтандырамыз. Және де ата-аналарға да ұсыныс бересіз? Әрине ұсыныс береміз және айтып отырамыз ата-анаға. Ал балалардың тамақтануы мен тәбетін қолдау үшін үйде ата-аналарға не істеуге болады? Үй жағдайында ата-аналарға жалпы осы орталыққа келіп жүрген балаларының барлық ата-аналарына 100-ден аса бала бар орталықта. Келіп жүрген ата-аналардың барлығына айтамын, жаңағыдай, мына тамақты беруге болады, мынаны беруге болмайды деп шектемеңіздер деп айтамын. Жалпы неше осы жаздың күні Ақтаудан, Атыраудан, өзге қалалардан ата-аналар қаншама келді.
бір ата-анамен сөйлессем 7 ай болды, мен мүлдем ұнды заттарды, нанды бермеймін дейді. Мүлдем бермеймін, 7 айдан бері біз жемейміз дейді. Мен айтам, енді біліп отырмын, дәрігер ұсынғанын, нутрициолог, диетолог, әр маман өзінің ұсынғанын біліп отырмын. Дегенмен де менің айтарым ата-аналарға, баланы ешқандай астан дәмнен шектегіміз келмейді. Шектемеу қажет. Барлығын өз мерасында дейміз ғой, балаларға беріп дәм татып отырғаны дұрыс. Дұрыс мөлшерде, бөлшектеп беру, тамақты. Дұрыс. Ал олар дене белсенділігінде өздерін қалай танытады? Және де жаттығуларға, қозғалмалы ойындарға оңай келсе ме? Осы тұста да жаңағыдай оңай келсет, кіре салады, ойнайды, команданың бәрін жасайды десем, тағы шындыққа жанаспайды. Әрине, бұның барлығы мамандардың еңбегі. Салтанат ханым, жылайтындар болады. Көріп отырсыз, жылайды, жасақсы келмейді. Жаңағыдай. Қазіргі таңда біздің ата-аналар шектен тыс гиперопека дейміз ғой. Шектен тыс баланы өбектеп өсіреді. Дегеннен жарты сөзінен түсініп балаға бере қояды. Барлық нәрсе балаларға доступно, былайша айтқанда. Сол үшін ата-аналарға айтамыз. Жаңағыдай біліп тұрмыз, ана болған кейін білеміз, балам осы алманы сұрап тұр, ол банан жемейді. Жақсы, біліп тұрсаңыз да міндетті түрде қасына вариант беріңіз деп айтамыз. Мынау ма, әлде мынау ма деген секілді. Таңдап алады. Таңдап алсын балаға, мүмкіндік беріңіздер, жарты сөзінен түсініп, алдына түсіп, шауып кетпеңіздер деп ата-аналарға айтып отырамыз. Және жаңағы айтқандай дене белсенділіктерін, оны да біз күн санап, күнмен күнге үйретеміз. Оның да баланың жаңағы жоспарлы түрде сабақтары болады. Әр баланыкі жеке-жеке бала бар, мысалы 3,5 жасар, 4 жасар секіре алмайды. Қорқады деген секілді. Ол баланы жұп біліп отырамыз, жазып, алдымызға бір жұмаға жоспар қоямыз. Әділетке осы аптада біз секіруді көркем түрде қорқытпай, жылатпай, шошындырмай үйретуіміз керек. Соған арналған баспалдақтар міне тұр балаларымыз үшін. Дұрыс. Ал балалардың дене бітімі мен өзіне деген сенімін нығайту үшін үйде не істеуге болады? Ата-аналар қандай жұмыс жасау керек? Көбінесе ата-аналар балабақшаға, тәрбиешілерге ысырып қояды, я болмаса мектепке барғаннан кейін мектеп мұғалімдеріне ысырып қояды. Және де кім кінәлі дегенде балабақшаның тәрбиешісі кінәлі, я болмаса мектептің мұғалімі кінәлі. Ал бұл жерде ата-аналардың рөлі қандай? Олар не істеу керек? Қандай көңіл бөлу керек балаға үйде? Өте орынды сұрақ, мына сұрағыңыз прям. Әрине, бұл жерде кінәліні іздеу қажет емес. Біріншіден, екіншіден, үй жағдайында баламен түсінем, барлығы жұмыс басты. Дегенмен де жарты сағат, 1 сағат уақыт бөліп баламен сөйлесу керек. Сен бүгін не істедің? Досың келді ма? Қалай болды сабағың деген секілді әр баланың жас ерекшелігін ескере отырып, міндетті түрде қатынас орнату қажет. Немесе кіші бала болса сурет салу деген секілді. Ата-анамен отырған жарты сағат уақыт бала бүгінгі күннің барлығын сол жарты сағатқа сыйдырып айтып береді. Өкінішке орай, сол жарты сағатта кейде табылмай жатады. Күнделікте. Баланың сенімділігін және өзіне деген, қалай айтсам болады, жаңағыдай ойын жеткізе алуын, жалпы баламен коммуникация. Бізде қазіргі таңда күннен күнге деп айтайыншы, коммуникация өте азайып бара жатыр. Барлығы жұмыс басты. Бізден келіп, ата-ана бізден сұрап біліп жатады. Сыз ала ма екен, ұстай ала ма деген сияқты. Өзінің баласын сондай керемет сурет боя алатын білмейтін ата-аналарымыз бар арасында, өкінішке орай. Ал енді Гүлмира ханым, керемет сұхбат болды деп есептеймін. Сізге көп-көп рахмет. Өзіңіздің алтын уақытыңызды бөлдіңіз, мұқият бізге барлығын түсіндіріп бердіңіз. Сізге және де сіздің ұжымыңызға тек қана сәттілік тілеймін.
Балаларды тәрбиелеген оңай емес, өйткені әрбір бұндай жұмыста сабырлық керек. Сабырдың түбі сары алтын дейді ғой біздің ата-бабаларымыз. Сондай тәрбиешілердің жұмысы оңай емес. Сізге көп рахмет, алғысым шексіз. Ал енді қымбатты көрермендер, сізге де рахмет. Келесі кездескенше сіздерге жақсылық тілеймін. Және де әрқашан астарыңыз дәмді және құнарлы болсын. Сау, саламат болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.